Сәлеметсіңдер ме балалар? Сендермен бірге номер 13-ші Мұқағали Мақатаев атындағы орта мектептің математика пәні мұғалімі Акимбаева Гүлжанат Амангелдіқызы. Кезекті онлайн сабағымызды бастаймыз. Натурал сандардың бөлінгіштігі тарауы бойынша тақырыбымыз құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеу. Бүгін 3-ші сабақ. Мақсатымыз құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеу. Осы уақытқа дейін білетін сұрақтарымызды қазір тез жылдам берілетін уақыт 1 минут пауза батырмасына басамыз да есімізге түсіреміз. Жай сандар деп қандай сандарды атайды? Құрама сандар деп қандай сандарды айтады? Эратосфен елегі әдісі не үшін қажет? Құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеу деген не? Құрама санды жай көбейткіштерге жіктегенде қандай реттілікті сақтау керек? Құрама санның жіктелген жай көбейткіштері белгілі болса, құрама сан қалай табылады? Қысқа түрде тез жауап берсеңдер болады. 1 минуттың ішінде ойланып, жауабы келесі бетте. Өзімізді өзіміз тексереміз. Сонымен бірінші сұрақтың жауабы жай сан дегеніміз бірге және өзіне бөлінетін сан. Құрама сан 2-ден көп бөлгіштері бар. Эратосфен елегі жай сандар кестесін даярлау үшін қажет. Құрама санды тек қана жай сандардың көбейтіндісі түрінде жазу, жіктеу дегеніміз. Қандай реттілікті сақтау керек дейді? Өз суретін сақтау керек. 6-шы сұрақтың жауабы өзі жіктелген жай көбейткіштерді көбейту керек. Өзімізді бағалайық. 5-6 сұрақтың жауабын білетін болсаң керемет. 3-4 сұрақтың жауабын білетін болсаң жақсы. 1-2 сұрақтың жауабын білетін болсаң әлі де алдыда қолыңнан келеді. Ол үшін көбірек оқу керек. Эратосфен елеуі үшін еске түсірейік балалар. Эратосфен елеуші деп аталатын әдіс берілген n натурал санынан кіші жай сандарды анықтауға мүмкіндік береді. 30-дан кіші сандарды эратосфен елеуші арқылы қарастырайық. 30-дан кіші барлық натурал сандарды тізіп жазалым. 1 және 0 жай сандарға кірмейді. Енді 2 санын таңдап және оның барлық еселіктерін сызып тастаймыз. 4, 6, 8, 10 және ары қарай. 2 бірінші жай сан. Сызылып тасталмаған келесі санды таңдаймыз. Бұл келесі жай сан. Ол 3-ке тең. Енді оның барлық еселіктерін сызып тастаймыз. Ары қарай. 5 санын қалдырып, оның еселіктерін сызып тастаймыз. Біз 30-ға дейінгі сандар жай сан ретінде белгіленіп, немесе сызылып тасталғанда аяқтаймыз. Осы әдісті қолданып, 30-дан кіші барлық жай сандарды анықтадық. Балалар, сонымен егер жаныңда жай сандар кестесі болмаса, осы әдіс арқылы еске түсірсең болады. Қазір сендерге лездік тапсырмалар. Сонымен дұрыс-бұрыс деген бұл жерде ойлануға уақыт берілмейді. Бірден жылдам жауап бересің. Қолдарыңа қағаз қаламды алып, 9 сұрақ берілген. Әр қайсының жанына дұрыс болса Д әрпімен белгіле, қате болса Б әрпімен белгіле. Сонымен бастайық. 19 жай сан, 41 құрама сан. Жай сандар, жұп сандар. 5 және 7 егіз сандар. 11 санының бөлгіш саны 2. Жіктелу дұрыс па? 12 тең 2 көбейту 2 көбейту 3. Келесі жіктелу дұрыс па? 8 тең 2 көбейту 2 көбейту 2 көбейту 2. Келесі жіктелу 45 тең 5 көбейту 9. Келесі жіктелу 100 тең 5 көбейту 2 көбейту 5 көбейту 2. Ал тексерейік. Сонымен өздерің тексеріңдер. Өзімізді бағалайық. Балалар, келесі тапсырма. Өлшемдері жай сандармен өрнектелетін жәшіктің көлемі 110 см куб. Жәшіктің өлшемдерін тап. Дескриптор берілген есептің шартын жазады дейді. Яғни есептің шарты берілгені, табу керек, шешуі, жауабы. Екінші дескриптор 2-ге 5-ке бөлінгіштік қасиеттер қолданады. Жіктеу ретін дұрыс орындайды. Құрама санды жай сандардың көбейтіс түрде жазады, жауабын жазады. Бұған берілетін уақыт 2 минут. Пауза батырмасын басамыз. Жауабы келесі бетте, өздеріміз тексереміз. Сонымен тапсырманың жауабы берілгені жәшік көлемі В әрпімен белгілейміз, тең 110 дециметр куб. Табу керек ені, ұзындығы, биіктігі. Шешуі 110-ды жіктейміз. Сонымен жауабы ені 2 см, ұзындығы 5, биіктігі 11.
өзіміз бағалаймыз. Балалар, келесі тапсырманы орындау үшін мына видеоны мұқият қараңдар. Бұл жерде қандай да бір санның тек қана жай көбейткіштері ғана бар деп ойлап қалмаңдар. Бұдан өзге де көбейткіштер бар. Осыны жақсылап тұрып мұқият қарап, келесі тапсырманы орындаймыз. Сандарды жай көбейткіштерге жіктеуді біле отырып, біз оның барлық көбейткіштерін таба аламыз. Осылайша 126 санының келесі көбейткіштері бар. Басты көбейткіштерден алынуы мүмкін емес соңғы көбейткіш әр санның көбейткіштерінің бірі болып табылатын бір саны болып табылады. 36 санының екі жай көбейткіші бар. 2 және 3. 36 санының көбейткіштері 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 және 1 болып табылады. Так, балалар, сонымен келесі тапсырма С тобының есебі А және Б сандарының бірден өзге бөлгіштерін табыңдар. А да Б саны да жіктеліп тұр. Яғни жаңағы видеоны қайтадан көріп шықсаң болады, егер түсінбесең, сол бойынша осы есепті шығарамыз. Бұл есептің жауабын суретке түсіріп, пән мұғалімдеріне жіберсеңдер болады. Сонымен балалар, сабағымызды қорытындылаймыз. Қайтадан бізге алдарға көмек керек болып тұр. Алдар бізден көмек сұрайды. Яғни мына теңдік тура болатындай етіп, жұлдызшалардың орнына цифрмен алмастыр дейді. Есте сақта, құрама сан өзі жіктелген жай көбейткіштердің көбейтіндісіне тең. Яғни мына жақтағы оң жақтағы сандарды көбейткен кезде бізде сол жағы шығу керек. Ал сонымен ойланайық. Балалар, сендер дұрыс таптыңдар, жарайсыңдар. Оң жаққа 2-ні қойған кезде, сол жақта бізде 210 саны шығады, құрама саны. Оң жаққа 3-ті қойған кезде, келесі тапсырмада 330. Міне, Алдар сендерге көп рахметін айтып тұр. Рахмет балалар, бірігіп жұмыс істегенімізге, Алдарға көмек бергендеріне. Үй тапсырмасы. Сандардың жіктелуі бойынша мына сандардың қайсысы 2-ге, 3-ке, 4-ге, 6-ға, 7-ге бөлінетінін анықтаңыз дейді. Балалар, мына бірінші санның 2-ге бөлінетінін бірден анық көрініп тұр, себебі жіктелудің бойында 2 бар. Дәл солай ары қарай да жұмыс істейсің. Сонымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Яғни плюс-минус қызықты, қандай сендерде ой қалыптасты, түсінген жерлерін, түсінбеген жерлерін, қызықты жерлеріңді пән мұғалімдерінде жазып жіберсеңдер болады. Зейін қойып тыңдағандарыңа рахмет. Сау болыңдар.